Алматы облысы Қаратал ауданы Рахымжан Қошқарбаев атындағы орта мектеп Серубай Әйгерім Қанатқызы 9 сыныпқа арналған информатика пәні. Қашықтықтан оқыту сабағына қош келдіңіздер. Келесі бейне материалды тамашалай отырып, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтайық. Ал балалар, қалай ойлайсыздар, бүгін біз не жайлы сөйлесеміз? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Бүгін біз ойын немесе компьютерлік ойын жайлы айтамыз. Ойын адам ойлап тапқан ең үздік өнертабыстардың бірі. Соңғы 25-30 жыл ішінде компьютер техникасының дамуымен бірге компьютерлік ойындардың да сан алуан түрлері пайда болды. Десек те, өзің құрған сценарий және ережелер бойынша ойын жасағанға не жетсін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Pygame кітапханасы. Сабақтың мақсаты Pygame кітапханасын қосу. Ойын терезесін жасау үшін Pygame кітапханасының дайын модульдерін пайдалану. Бағалау критерийлері: Pygame кітапханасын қосу. Ойын терезесін жасау үшін Pygame кітапханасының дайын модульдерін пайдалану. Pygame дегеніміз не? Pygame бұл компьютерлік ойындар мен мультимедиялық қосымшаларды жазу үшін арналған Python бағдарламалау тіліндегі модульдер кітапханалар. Pygame SDL мультимедиялық кітапханасында негізделген. Бастапқы 2004-2005 жылдары Пит Хайнс жазған. Оған жататын графика және анимация, дыбыс, әуен, басқару, пернетақта, тінтуір және тағы да басқалары. Pygame кітапханасын іске қосу үшін келесі бейнематериалға назар аударыңыздар. Осы бейнематериалда мен сіздерге Pygame кітапханасын іске қосуды көрсетемін. Ол үшін жұмыс үстелінде менің компьютерімді таңдайсыздар. C бумасын ашып, пользователи, user, update бумасын таңдап, local бумасына өтеміз. Local бумасының ішінде программ бумасын табамыз. Программ бумасының ішінде Python программалау тілін таңдаймыз. Және скриптер бумасына өтеміз. Скриптер бумасының ішінде командалық жолды шақыру қажет. Ол үшін Shift пернесін ұстап, тінтуірдің оң батырмасын басып, открыть окно команд дегенді таңдаймыз. Командалық жол ашылады. Командалық жолдың ішінде ағылшын тілінде pip install Pygame командасын тереміз. Команданы тергеннен кейін Enter-ді басамыз. Енді Pygame коллекциясының жүктелгенін тосамыз. Біз Pygame кітапханасының қосылуын тексеруіміз қажет. Ол үшін import Pygame, Pygame init, screen Pygame display set 640-480 командасын теруіміз қажет. Осы программалық кодты терген кезде бізде Pygame Windows немесе Pygame терезесі ашылады. Pygame модульдеріне мысал. Pygame'нің сан алуан түрлі модульдері бар. Бірнешеуіне тоқтап өтейік. Pygame модульдері әрдайым Pygame сөзінен басталады. Pygame display, дисплейге қол жеткізу. Келесі, draw, пішіндерді, сызықтарды салу. Келесі, image, суреттерді енгізу және сақтау. Mouse, тінтуірді басқару. Music, дыбыспен жұмыс. Сонымен қатар келесі сілтеме бойынша Pygame модульдердің басқа түрлерінде көре аласыздар. Pygame display модулі, экранның координатасы. Компьютерлік экран Y және X координаталарынан құрылады. Y және X нүктелері болашақ нысанның орнын анықтайды. Негізгі элементтерді салу. Келесі Pygame draw модулі. Pygame draw rectangle, тік бұрыш пішінін салуға арналған. Draw polygon, көп қабырғалы пішін салу. Circle, нүкте негізінде шеңбер салу. Ellipse, тік бұрыш ішіндегі шеңбер салу. Draw arc, line, lines, align деген басқа да элементтерді салуға болады. Нақтырақ шеңбер салу мысалына тоқталып өтейік. Шеңбер салу үшін Pygame draw circle модулін таңдаймыз. Жақшаның ішінде қасиеттері көрсетілген. Screen, color, post, radius and width. Screen бетті таңдау, color шеңбердің түсін таңдау, post шеңбердің центрін белгілеу, постқа X және Y координатасын анықтау қажет. Радиус шеңбердің радиусы. Width сызықтың қалыңдығы.
Шеңберді салу үдерісіне назар аударайық. Шеңберді салу үшін X және Y координаталарымен шеңбердің центрін белгілейміз. Радиусын анықтаймыз және шеңбер салынады. Шеңбердің түсін өзгерту үшін К-ларды қолданамыз. Тікбұрышты салу мысалы. Pygame draw rectangle. Тікбұрышты салу үшін X1, Y1, X2, Y2 координаталары қажет. Сол жақтағы жоғарғы және оң жақтағы төмен ұштары координаталары бойынша тікбұрыш фигурасы салынады. Осы үдеріске назар аударайық. Сол жақ жоғарғы бұрышта X1 және Y1 координаталары. Оң жақ төменгі бұрышта X2 және Y2 координаталары. Осы екі нүкте қосылады. Бұл тікбұрыштың диагоналі. Pygame модулінің беті. Сурет салу бетін surface бет немесе поверхность деп атайды. Экран бетінде тұратын суретті display surface дейді. Pygame colors. Pygame модуліндегі түстер. Pygame модуліндегі RGB түстер моделі қолданылады. Red қызыл, green жасыл және blue көк түстері. Ал қалған түстер осы үш түстің араласуынан алынады. Бірінші тапсырма. Берілген программалық кодта қолданылған Pygame модульдерін анықтап, қызметін сипаттаңыздар. Бағалау критерийлеріне назар аударыңыздар. Келесі дескрипторлар. Pygame модульдерін анықтайды, модуль қызметін сипаттайды. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауаптарыңызды бірлесе тексерейік. Pygame модулі color. Модуль қызметі түстер модулі нысандарды бояйды, түстерді өзгертеді. Display дисплейге қол жеткізу. Image суреттерді енгізу және сақтау. Жетістік баспалдағы арқылы біздің тапсырмадан кейінгі жетістіктерімізді белгілейміз. Ең төменгі саты тапсырманы орындай алмадым. Тапсырманы жартылай орындадым және ең жоғарғы саты тапсырманы орындап шықтым. Өте жақсы, рахмет. Екінші тапсырма. Pygame кітапханасын қолданып, келесі бейнелерді салыңыз. Бағалау критерийлеріне назар аударыңыз. Дескрипторлар. Оқушылар Pygame кітапханасын қосады, Pygame модулін қолданады. Екінші тапсырманы орындап болғаннан кейін, жетістік баспалдағы арқылы өзіміздің жетістіктерімізді бағалайық. Тапсырманы орындай алмадым. Тапсырманы жартылай орындадым. Тапсырманы орындап шықтым. Жарайсыңдар. Үй тапсырмасы. Pygame draw командаларының көмегімен келесі суретті салыңыздар. Бағалау критерийлер мен дескрипторларға назар аударыңыздар. Ал енді сабағымыздың мақсатына қайта оралайық. Бүгінгі сабақта біз Pygame кітапханасын қостық. Ойын терезесін жасау үшін Pygame кітапханасының дайын модульдерін пайдаландық. Біз қойылған мақсатқа жеттік. Құрметті оқушылар, сабағымыз өз мәресіне жетті. Сабақтың қорытындысын келесі сөйлемдерді пайдаланып, WhatsApp мессенджеріне маған SMS жолдаңыздар. Сонымен қатар сіздерге пайдалы сабақтарға сілтеме бергім келеді. Бұл жерде Python 3 Pygame және Python кітапханасы бойынша ақпараттар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.